назар аударыңыз. Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елімізде ғылымды дамытудың жаңа үлгісіне сәйкес ұлттық ғылым академиясының рөлі ерекше болады, деп хабарлайды Бақ қызы. Ғылым академиясына жақында президент жанындағы орган мәртебесі берілді. Оны қаржыландыру мәселесі шешілді. Академиктерге өмір бойы стипендия төленетін болды. Бірақ осы жерде ашық айтуым керек. Бізде академиктер тым көп. Кейбір академиктердің таза ғылымға еш қатысы жоқ. Бір қарағанда академик деген аты бар. Бірақ ғылымды дамытуға қосқан үлесін ешкім білмейді. Осындай академиктердің ғылыми сапасы да, олардың ғылымға қосқан үлесі де күмәнді. Бұл академияға нұқсан келтіргені сөзсіз. Сондықтан академияның жаңа басшылығы осы маңызды мәселеге назар аударуы керек. Ғылым академиясының беделі, абыройы мінсіз болуы қажет, деп ескертті президент.